Сәлематсыздар ма? Біз бәріміз де білеміз, түрік халқы өздерінің тәттілерімен әлемге әйгілі екенін. Мен бүгін сіздерге сондай жұмсақ, сондай нәзік, өте дәмді булочкалардың бірі ачманы жасап көрсетемін. Видеоны ақырына шейін қараңыздар, өкінбейсіздер. Бізге керекті заттар дайындап қойдым мен бәрінде. Ұнды електен өткізіп алдым. Бізге керегі сүт, жылы және су, екеуін араластырамыз. Және бұның үстіне сұйық майымызды құямыз, иісі жоқ сұйық майымызды. Қантымызды саламыз. Дрож. Бәрін жақсылап араластырып, жұмыртқамызды салып, оны да жақсылап араластырамыз. Бәрін жақсылап араластырып болғаннан кейін ұнымызды екіге бөліп саламыз. Жақсылап осындай венчикпен араластырып аламыз. Екінші бөлікті салғаннан кейін венчик ауырлау болады. Қолымызбен араластырып илейміз. Жақсылап илейміз. Жан-жағындағының бәрін алып, бәрін басын қосып илейміз. Одан кейін тұзымызды саламыз да, және сармайымызды салып, және де 4-5 минуттай жақсылап қосып илейміз. Өте жұмсақ қамыр шығады. Бәрін илеп болғаннан кейін 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Уақыт өткеннен кейін мені көтерілген нанымызды алып, бір басып аламыз да, бірдей етіп, бірдей көлемде 12 бөлікке бөліп шығамыз. Әр бөлік 85-87 граммнан келді, менде 12 бөлікке бөлеміз. Осындай етіп, домалақ етіп жасап аламыз бәрін. Астына жинаймыз да, содан кейін домалатамыз. Міне бәрі дайын. Енді жаямыз. Жайғанда видеоға мұқият қараңыздар. Домалақ етіп жаймаймыз. Міне осындай сопақтау етіп жаямыз. Қалың болмау керек қамырымыз. Көріп алыңыздар мұқият. Үстіне май жағамыз, сармай жағамыз. Жылып тұрған, болмаса сәл ертіңіздер. Үстіне сармайды жағамыз да, осындай етіп кесеміз. Сосын рулет етіп жинаймыз. Жанынан бастаймыз. Жанынан бастап рулет етіп жинап, осылай домалатамыз. Міне біз тағы да 1-2-ін көрсетем сіздерге, мұқият қарап алыңыздар. Достар, егер де менің каналыма жазылмасаңыздар, жазылып қойыңыздар. Егер де ұнап жатса, лайк басыңыздар. Бір нәрсе түсініксіз болса, пікірде сұраңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Май жағамыз. Сопақша етіп жаздық, байқасаңыздар. Міне осылай етіп кесеміз. Және де міне жанынан алып рулет жасаймыз. Жанынан бастап жинаймыз. Осылай сонда ұзынша бізде рулет болып шығады. Ортасын қосып домалатамыз. Және біреуін көрсетемін. Арасына май жағуды ұмытып кетпеңіздер. Басын қосқанда мұқият қосыңыздар. Себебі пісіп жатырғанда ашылып кетуі мүмкін.
Міне, мен жасадым. Одан кейін 20 минутқа қойып қоямыз. 20 минут уақыт өткеннен кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз түгелдей. Мұқият жағып шығамыз. Жақсы әдемі болып жылтырап шығады сол кезде. Бұл мезгілде духовкамыз 180 градуста ысып тұру керек. Жұмыртқаның сарысын жағып болғаннан кейін бетіне кунжут себуге болады. Өте дәмді болады. Пісіп жатқан кезде кунжуттың иісімен пісіп жатқан нанның иісі өте дәмді иісі болып шығады, жақсы болып. Міне осылай етіп, енді духовкамызға салып 25-30 минутқа пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасына байланысты. Міне осындай менде әдемі ачма булочкамыз дайын болды. Сіздер де жасаңыздар. Өте оңай, қиын емес жасалуы. Видеоны ақырына шейін қарағандарыңызға рахмет. Егер де ұнаса, лайк басыңыздар. Сіздермен болған үміткен.